төгіліп, көздің жауын аладай сондай көркем көрініп, ай жүзіңіз арайлы тамсандырды талайды, көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Өзін өзі баптаған, ана үлгісін жаттаған, қазақ қызы қадірлі, ар-ұятын сақтаған, ұзын киіп жамылған, үлкендерге бағынған, қазақ қызы осылай барша жұртқа ой танылған. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Ал бүгін біз қызымыз екеуміз әдемі сәнді диадема жасаймыз. Ол үшін бізге дайын құйылған ою, және де фетр матасы, үкі, әдемі моншақтар, сосын ыстық желім керек болады. Ең алдымен оюды фетрдің үстіне қойып, оюымызды сызып аламыз. Оюымызды сызып алды. Енді осыны қайшының көмегімен қиып аламыз. төгіліп, көздің жауын аладай сондай көркем көрініп, ай жүзіңіз арайлы тамсандырды талайды, көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды. Оюымызды қиып алды, енді бұған әдемі моншақтарды ыстық желімнің көмегімен тастап шығады. Қашанда қазақ қызай ой әдемі, өзін өзі баптаған, ана үлгісін жаттаған, қазақ қызы Ална моншақтар жабыстырып болды, енді бұған үкімізді қатаймыз. Диадемамыз дайын болды. Енді оны тізіп қоямыз. Ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым